Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ішек қарыннан жасалынатын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге кез келген малдың ішек қарыны керек. Соны жуып тазалап аламыз. Менде қойдың ішек қарыны. Осыны бірінші ең алдымен қайнатып пісіріп аламыз. Өйткені бұл ұзақ піседі. Сондықтан алдын ала қайнатып пісіріп алған дұрыс. Пісіріп алып осылай ұзыншалап тураймын қарынды, және ішекті де осылай турап аламыз. Енді қазанымызға майымызды құйып, малдың өз майына қуырған жақсы, сонда өте дәмді болады. Менде сол малдың майы тоңмай, соны қазанға салып ертіп алдым. Және жаңағы турап алған ішек қарнымызды саламыз. Осы майда қызарғанша жақсылап қуырамыз. Міне қарасаңыздар, қуырылып жатыр, қызарып бастап жатыр. Қуырылып болғаннан кейін пияз саламыз, бір пияз, оны да жақсылап қуырамыз. Міне қуырылды, осылай қуырылу керек. Одан кейін үстіне енді картопымызды салатын боламыз. Картопымызды салып, үстіне тұзымызды саламыз. Және жарты кесе су құямын. Одан кейін оттың астын азайтып, жай отта, яғни картоп піскенше пісіріп аламыз. Осымен пісіп шықты. Міне менің ішек қарынмен жасалынған тағамым өте дәмді, дәмі деген керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Қазіргі уақытта ішек қарынды тастап жатады. Ол дұрыс емес, өйткені бұл өте витаминге бай болып келеді. Сондықтан жасап көріңіздер. Егер де ұнаса, маған лайк баса кетіңіз.